саламатсыздар. Қазір мен сіздерге Pinduoduo'дан қалай сөзбен іздеу керек екенін көрсетемін. Іздемес бұрын сіздер Play Market'те мынандай Яндекс переводчикті басып алыңыздар. Бұл сіздерге керек затыңызды қытайшаға переводтап, сосын оны Pinduoduo'дан іздеу үшін керек. Мысалы, сумка, рюкзак, куртка, шалбар, көйлек, любой затыңызды өшірге мұны жазып, содан кейін Pinduoduo'ға қоясыздар. Енді мысалы женские сумки деп іздеп көрейік. Мінекей астынан бізде қытайша сөзі шықты. Мынаны осы копировать етіп аламыз да Pinduoduo'ға қоямыз. Содан кейін мысалы сумки деп іздесеңіздер, міндетті түрде қасына жазыңыздар нақтысын. Женский ма, детский ма, мужской ма, соны жазасыздар. Мысалы даже сіздер рюкзак іздейін десеңіздер, мына жерде сумканың орнына рюкзак деп жазыңыздар, или там женский рюкзак, детский рюкзак деп, мысалы қалаған чемодан ба, қалаған затыңызды міндетті түрде осы жерде нақты жазыңыздар. Себебі жай сумки десеңіздер, бүкіл сумкалар шығады, детский сумки, мужской, бүкіл сумкалар шығады. Соны осылай анықтап жазып барып қою керек. Копировать етіп аламыз. Мінекей перевод скопирован дейді. Одан кейін үстіне лупаға барып переводымызды қойып, астындағы лупамызды басамыз. Мінекей бізге көптеген сумкалар шықты. Мына жерде міне осындай қызыл ойнап тұрса, бұл жерде значит акция совместный закуп болып жатыр деген мағына. Мінекей мына жерде мінекей совместный закуп болып жатыр. Мына акциямен 36 юань, атак өзі 89 юаньның сумкасы акциямен 36 юаньға сатылып жатыр. Енді үстіне келетін болсақ, бұл жерде мінекей бізде фильтр категориялар фильтрға орналасқан. Бұны бірінші фильтрға басатын болсақ, бұл жерде бізде сатылымы көп, продажасы көп сумкалар қойылған. Мінекей мына жерге қарасақ, 84 мыңнан аса, 100 мыңнан аса, 3431, мына жерде 20 мыңнан аса сумкалар, сатылымы көп сумкалар қойылған. Осылай астына қарай өте берсек, мына көп сатылымы бар сумкалар мына жерде қойылған. Осылай өзіңізді ұнаған сумкаңызды ашып, таңдап, живой фотоларын қарап алсаңыздар болады. Одан кейін үстіне екінші фильтрға келетін болсақ, бұл цена, бағасы. Бір рет оны бассақ, бұл жерде ең арзаннан жоғарыға қарай, одан кейін екіншілік бассақ, ең қымбатынан арзанына қарай сумкалар шығады. Фильтрімізға барамыз. Мінекей арзан сумкалар мына жерде шықты. Арзаннан бастап қымбатына шейін түсе береді. Одан кейін тағы бір рет бассақ, мінекей мына жерде қымбатынан бастап арзанына шейін сумкалар түсе береді өшірге. Осы фильтрді де қолдансаңыздар болады. Келесі фильтр бізде бренд фильтр. Мына жерде міне бізде брендтер белгіленген. Қытайдың брендтері, качестволары өте керемет. Соны әр брендті бассаңыздар, брендтің атауы мына жерде шығады. Міне өзіңіздің ұнап жүрген брендіңізді тауып алуға болады өшірде. Мінекей осындай міне қара белгі бар болса, бұл жерде, значит, бұл брендовый деген мағына. Сумкалы міне кілең қарасы бар белгілер. Бұл жерде кілең брендовый киімдер, сумкалар, кешіріңіздер. Одан кейін үстінде бізде осындай міне фильтр бар. Бұны фильтрларға біз басып қарасақ, мінекей біріншісі сатылымы көп сумкалар шығады. Мінекей 100 мыңнан аса осындай міне сатылымы көп сумкалар шығады бізге. Екінші фильтрді ашсақ, бұл жерде по возрасту 26-тан 40 жасқа шейін адамдарға арналған сумкалар. Бассаңыздар, мінекей 26 мен 40 жастағы әйелдерге, қыздарға арналған сумкалардың түрлері шығады. Одан кейін екінші фильтріміз біздің бұл жерде бұл материал белгіленген. Бұнекей басып қарасақ, бұл жерде тек қана бізде жалғыз ғана материал тұр, ПВХ деп. ПВХ деген ол плотный материал мына жерде. Басқа жерлерге брендтерде бұл жерде
басқа фильтрлар болады. Кожадан жасалған, жүннен жасалған, тағы да сондай тағы да бір фильтрлар тұрады. Соны басқа жерлерде шықса басып қарай беруге болады. Келесі фильтріміз бізде мына жердегі фильтр, бұл жерде модный деп тұр, мына жерде модный стильный сумка. Басқа фильтрларда тұрады спортивный сумка, там аңдар арналған, мындар арналған деп соны басып көруге болады. Мына жерде тек қана модный стильный сумка мінекей. Бұл осындай міне кішкентай ғана көшеге шығатын сумкалар орналасқан. Мінекей сіздерге фотомен іздеудің осындай түрін көрсеттім. Алдағы уақытта тағы да фотомен іздеудің басқа түрін көрсетемін.